Аттила Ханданович дейді. Эфирге шығамын дейді. Ассалаумағалейкум. Асыл. Уағалейкум ассалам. Асыл, мен бір сепар тауып едім Алматыдан. Украинаның жеңеміз, қолда замочим, алға СССР. Соны 161 баппен соттауға бола ма? О, қалай тауып жүрсіз оны? Неден ба? Комментарий жазған ба сондай? Жоқ, стористарында жазады. Стористарында? Бар ма? Не скриншоттар бар ма? 70 скриншоттар бар. Маған жібере аласыз ба? Қалай жіберейін? Инстаграм ба? WhatsApp болсын, Instagram болсын. Инстаграмды жіберіп қарайын онда. Мен Instagram бар ғой сізде? Бар. Жіберіңіз, көрейік. Иә. Қай жердің сепар екен ол? Алматы. Алматы? Қаласынан, Иә, қаласынан. Артур, жасы 27-те. 2013 жылы әскери қызмет өтерген, госохранада. Өзінің стористарында күн сайын нені қолдайды, Ресейді қолдайды. Ресейді, Украинаны жеңеміз дейді. Халық замочим дейді, СССР болады дейді, Ресей империясы болады дейді. Көрейік, жіберіңіз нелерін, скриншоттарын. Егер қылмыстың құрамы болса, ары жазып қозғау керек қой адамдарға. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Сепаратистер жайлы әңгімелесек, сепаратист дегеніміз кім ол? Ол қазақша айтқанда үй ішінен үй тігетін адамдар. Мысалға, Қазақстанның солтүстік региондарын Ресейге қосу керек. Жалпы Қазақстанды Ресейге қосу керек дейтін адамдардың бәрі ол потенциал түрде сепаратистер. Олармен заңды түрде күресу керек. Жаңағы бауырымыз, эфирге шыққан бауырымыз айтып отыр ғой. Ресей империясын құрамыз, анау-мынау деп ұялмай жаңағы интернетке жазып жүрген адамдардың бәрі сепаратистер. Менің аккаунтымда тұр видео скриндар. Аркадий деген орыс қазақтарды боқтап СССР деп отыр. Сіздің аккаунтыңызды қалай табамыз? Қай жердегі аккаунт? Инстаграмдағы аккаунт па? Жоқ әлде басқа